Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Есімхан қызы Аружан, және де бұл менің YouTube парақшам. YouTube парақшама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода менің ең сүйікті тақырыбым ол таңғы рутиналар, таңғы береке жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен менің YouTube парақшама және Insta парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Жалпы ең бірінші айтқым келіп тұрған нәрсе ол не үшін таңертең ерте тұру керек. Таңертең ерте тұру сенің дамуыңа, денсаулығыңа, өзіңнің болашағың үшін өте маңызды қадамдардың және пайдалы әдеттердің бірі болып табылады. Сол себептен таңертең ерте тұру маңызды. Таңертең ерте тұрғанда ең бірінші сен өзіңмен боласың, өзіңе көңіл бөлесің, өзіңнің дамуыңа, өзіңнің әдеттеріңді қалыптастырып өзгеруіңе алғашқы қадамды жасаудың ең тиімді сәттерінің бірі. Таңертең тұрған кезде жалпы не істеу керек, қандай әрекеттер жасау керек, таңертең қандай әдеттерді қолданған дұрыс деген сұрақтарың болса, онда қазір мен жауап беретін боламын. Асықпай соңына дейін осы видеоны көрсеңіздер. Таңғы әдеттерден бұрын таңертең ерте қалай тұрамыз деген сауал болса, онда алдағы видеода мен толыққанды жауап беремін, бірақ қазір қысқаша жауап беріп өтейін. Ең алдымен таңертең ерте тұру үшін әрине ең бірінші ерте ұйықтау керек. Егер ерте ұйықтамайтын болсаңдар, онда ағзаларындағы гормондар дұрыс бөлінбей, таңертең шаршап, ұйқыларың қанбай, шаршап оянасыңдар жалпы айтқанда. Сол үшін түнде ерте ұйықтасаңдар, таңертең сергек, көңіл күйлерің жақсы, дұрыс болып тұрасыңдар. Және де бізде таңғы уақытта тұру үшін 4 түрлі фаза бар. Оны да мен келесі видеоларда толыққанды айтатын боламын. Және де таңертең ерте тұру үшін біз күндізгі әдеттерімізді дұрыстау керекпіз. Таңғы әдеттерден бұрын кешке біз 6-7-ден кейін уже тамақ ішпеу керекпіз. Себебі біздің организмімізде тамақ кем дегенде 2-3 сағаттан кейін бірақ қорытылады. Ішекке түседі. Сол себептен ары қарай оның толыққанды қорытылу үшін бізге көптеген уақыт керек болады. Мысалы, онда ұйықтасаңыздар, сағат 6-7-де уже тамақтарыңызды ішіп бітіріп қою керексіздер. Келесі ол бізде кофеин. Түнде кофе ішудің қажет жоқ, себебі ол қорытылуына бізде 8 сағат қажет. Ал ол организмге өте зиян, себебі сіздің асқазаныңыздағы тамақты қорытама түнгі гормондар, или сіздің жарақаттарыңызды емдей ме? Соны ойланып көрсең, сен өзің бір шешім қабылдайсың. Сол себептен сағат примерно 3-4-тен кейін кофеині бар заттар. Оның ішінде шоколад кіреді, шай кіреді, кофе кіреді. Сол сияқты кофеині бар заттарды мүлдем қолдануға болмайды. Таңертең қалай ерте тұру керек екенін айттым. Таңертең не үшін ерте тұру керек екенін айттым. Қалай ерте тұру керек екенін айтатын боламын. Таңертең барлығымыз жылы төсегімізден тұрғымыз келмейді, әрине, ол белгілі. Сол себептен таңертең тұрған кезде сіздер жап-жарық бөлмеге барып, немесе таңертең светтеріңіз қосып 10 минутта жарықта отырсаңыздар, сіздің ұйқыңыз ашылып кетеді. Не болмаса, будильнигіңізді басқа бір бөлмеге қойып, сол бөлмеге барам дегенше, сіздің уже сол бөлмеге барып, будильникті өшірем дегенше, сенің уже ұйқың ашылып кетеді. Осындай сәл жеңіл-желпі тапсырмаларды орындау арқылы сен таңертең ұйқыңды аша аласың. Болмаса, кішкене салқындау сумен бетіңді жуып жіберсең, онда тоже ұйқың ашылып кетеді. Сонымен қатар таңертең тұрғанда міндетті түрде жылы су ішу керек. Ол маңызды, ол әрине бөлме температурасымен бірдей болу керек. Ыстық су ішудің қажет жоқ. Бөлме температурасымен нормальный бір суды ішкен дұрыс. Ерте тұрып алдық, жылы суымызды ішіп алдық. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай біз уже жаттығу жасау керекпіз. Жаттығу жасағанда прям спортпен, ютубтаға байланбай, қиын жаттығуларды жасау міндетті емес. Жай ғана мектепте істеп жүрген, басымызды айналдырамыз, иығымызды айналдырамыз, болмаса белімізді айналдырамыз. Соны 5 минут қана алады, әрі кетсе, болмаса 3-ақ минут алады. Соны таңертең таңғы жаттығу ретінде алып, сол жаттығуларды жасасаңдар, сендерге өте пайдалы болады. Енді жаттығу жасап біттік. Сосын не істейміз? Сосын жазу керек. Жазу кезінде бізде жоспар жазуға болады, не болмаса алдыңғы күніңіздің қалай өткенін жазуға болады, шүкіршілік жазуға болады,
мақсаттарыңызды, армандарыңызды жазуға болады. Негізі жазатын дүние көп. Солардың біреуін таңдап, таңертең жазып, шамалы уақытты өзіңізге бұрсаңыз болады. Өзіңіздің ішкі сезімдеріңізді жазсаңыз болады. Одан кейін кітап оқу керек. Кітап оқыған кезде, ойбай, кәдімгідей мен мықты болып кетемін деп қиын, ауыр, Абай жолы сияқты өте күрделі кітаптарды емес, жеңіл-желпі, өзіңізге ұнайтын, өзіңізді толғандырып, қызықтырып жүрген, сауалдарға жауап беретін бір кітаптарды алып, соларды оқу керек. Сонда ғана сіздің күніңіз жақсы өтуіне септігін тигізеді. Неге десеңдер, таңыңды қалай бастасаң, күнің солай өтеді деген сөз бар, және бұл бекер емес. Жалпы мен күнімді телефонмен бастасам, реально айтам, күнім как-то бір түрлі өтеді. Сол себептен күнделікті таңертең будильниктің көп қылып будильник қойып қоямын да, сол будильниктің барлығын өшіріп, телефонды қойып қоямын, тиіспеймін. Таңғы рутиналарымды істеп болғаннан кейін алып, примерно жарты сағаттай бүкіл хабарламаларға Инстаграмнан, ТикТоктан барлығына жауап беріп, ТикТоктан отты қосып қайттан, солай таңертең примерно жарты сағаттай әлеуметтік желіге уақытымды құртамын. Неге таңертең әлеуметтік желіге кіруге болмайды? Яғни Инстаграм, ТикТок деген сияқты. Себебі, мысалы, сіздің алдыңыздан бір жаман хабар шығып қалады да, сіз соны оқып көргеннен кейін күні бойы сол дүние сіздің миыңыздан кетпей қояды. Ал егер сіз таңертең тұрғанда пайдалы бір керемет мотивацияға толы дүниені естіп көретін болсаңыз, онда сіздің көңіл күйіңіз жақсы болады. Сол себептен дұрыс кітап оқу керек, дұрыс күніңізді бастау керек, и ешкіммен ұрыспай бастау керек. Атау күні бойы біреумен ұрысып жүресіз. Мен сендерге таңғы рутиналар туралы толыққанды айттым деп ойлаймын. Егер ақпарат пайдалы болса, тіркеліп кет. Күндік жоспар туралы алдыңғы видеода салып қойғам. Түнгі рутиналар бар бізде, сол туралы айтам. Әдет қалыптастыру, таңғы әдеттер туралы бүгін айттым. Енді келесі жолы жалпы күні бойы қандай әдеттер жасауға болады, өмірімізді өзгерту үшін қандай әдеттер қолдануға болады деген сияқты СММ даму, УБТ жайлы көптеген ақпарат салатын боламын. Келесі кездескенше сау болыңдар. Менің YouTube парақшама тіркеліп қойыңыздар.